Сонымен жаңа серіктес жолы. Екі түрлі пакет бар. Біріншісі 50 мыңдық классик пакет. Және 150 мыңдық бизнес пакет бар екенін айттым, иә? Бұл сіз ізіңізден бір адамды 50 мың теңгеге тіркейтін болсаңыз, 20%-дық бизнес бонусты алу мүмкіндігіңіз бар. Бір PV-іміз 40 мың теңге. Сіз 8 мың теңге аласыз. Мысалы, арайды классик пакетке тіркесеңіз. Бұл, яғни бірінші табыс көзі. Жеке шақыру. Енді екінші жолы да бар, яғни сіз өзіңіз жеке сауда жасасаңыз да 20% табыс көре аласыз. Мысалы, бір кремді сатсаңыз, 8 мың теңгеге сатсаңыз, бұл жерден де 20% алу мүмкіндігіңіз бар. Енді қараңыз, сізге келген адам, мысалы тіркелді, ол кісі арнайы бір өнімдердің құрамы жоқ, өзінің қалауымен қандай өнім алам десе де өз еркінде. Яғни коллаген алса да, Сан-Роза косметикасын алса да, балаларына омега витаминдер алса да, кальций алса да, біздегі 26 түрлі денсаулыққа қатысты және 19 түрлі косметикалық өнімдерді өз таңдауымен алу мүмкіндігі бар. Яғни сіз 50 мың теңгеге осы өнімдерді алып, компанияға классик пакетке тіркелу мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қоса өзіңіз жеке сауда жасасаңыз да, бұл жерден 20% бизнес бонус аласыз. Әр 15 күн сайын бізде берілетін табыс көзін, яғни 20% бонусын аласыз. 200 мың теңгеге сауда жасадыңыз, осы 15 күндікте. Осы жерден 20% бизнес бонус көресіз, яғни 40 мың теңге. Бұл сіздің жеке жасаған саудаңыздан түсетін табыс. Не үшін біз классик пакет және бизнес пакет деп қойдық? Екеуінің айырмашылығы бар. Классик пакетте, бизнес пакетке қарағанда, бұл жерде тек қана тұтынушылар табыс табады, яғни сіз менеджер статусына дейін ғана өсесіз. Сонымен қоса статуста ақшалай берілетін сыйақыны алу мүмкіндігіңіз болмайды. Сіз басында тұтынушы болып тіркелдіңіз, енді сізге компания және өнімдер ұнады, бизнес жасағыңыз келіп жатыр, классик пакеттен бизнес пакетке ауысу мүмкіндігі бар. Ол қалай? Сіз басында 20 мың теңгемен тіркелдіңіз, бір айдың көлемінде сіз тағы да 100 мың теңге толықтырып, 150 мың теңгеге бизнес пакетке ауысу мүмкіндігіңіз бар. Яғни бұл жерде қараңыз, сіз серіктес болып тіркелдіңіз, бонусыңызды алып жатсыз, консультант статусын жаптыңыз, бірақ ақшалай сыйлықты ала алмай қалдыңыз. Бизнес пакетке ауысуға шешім қабылдасаңыз, онда сіз сол қай жерде статуста тұрдыңыз, сол жерден 150 мың теңгені қайтадан салып, келесі бизнес пакетке ауысу мүмкіндігіңіз бар. Плюс жағы, сіз қай статусқа келдіңіз, келесі бизнес пакетке ауысқан кезде жиналып тұрған балдарыңыз ешқандай күйіп кетпейді. Компаниямыздың тағы бір ерекшелігі, әр 15 күн сайын план орындау, активация жасау дегені жоқ. Қай статусқа келдіңіз, сол статустан кейін белгілі бір уақыт арасында үзіліс болып қалса, келесі келген кезде мейлі бір ай болсын, бір жыл болсын, қай жерден тоқтадыңыз, соны ары қарай жалғастырып кете аласыз. Енді келесі бизнес пакет жайында келесі видеода ақпарат беретін боламын.